Біреудің отбасын бұзу адамның емес, шайтанның ісі. Нағыз мұсылман біреудің отбасын бұзбайды, татуластырады. Екі адамның арасын бұзуға тырысатындар жұмаққа кірмейді. Қыздай алғаныңды мұздай қылып тастап кетпе. Адал жары мен пәк толған бала шағасын алдап өмір сүру опасыздық. Ақша тапқаның жөні осы екен деп, біреудің некелі әйелін, біреудің қызын төсекке тарту ұятсыздық, арсыздық. Сенің сүйгеніңнің артында қалған жесір мен жетімнің көз жасы өте ауыр. Адалдықтың аясы адамды рахатқа бөлеу. Зинақорлықтың аясы адамды қорлау. Зинақор нәсіпқұмарлық, намыссыздық. Зина сөзінің бір сипаты ол күнә. Зина сөзінің тағы бір сипаты күнәһар адамның қора ішінде өз нәжісіне былғанып жатқан лас шошқаның құшағында жатқанмен бірдей деп сипаттайды. Бала кезімізде үлкендер пышаққа, отқа жолама десе, есейгенде зинаға жоламаңдар деп сақтандырды. Көзінің нұры бала шағасын тастап, әйелін алдап, басқа біреудің жетегінде кеткен еркек бақытсыз еркек. Басқа шаңырақты шайқалдырып, мәз болған әйел бақытсыз. Отпен ойнама, ақымақ болма. Арым жанымның садағасы. Зина жасау Алланың ақысына қиянат жасау. Отбасын алдау азғындық. Қыздың намысы ердің намысы, ердің намысы елдің намысы. Жақсылық пен жамандықты, адал мен арамның арасын ажырата білмейтіндер азғындар. Күйеуіңнің қадірін біл. Жаман қатын жігіттің тайдырады табанын, тар қылады заманын. Таза өмір сүру адам деген ардақты атқа кір келтірмеу. Адал жарыңызбен көңіл көтеріңіз, жұмаққа барасыз. Алла тағала момын қазақ ел жұртымызға иманды, адал ғұмыр нәсіп етсін. Құрметті оқырмандар, осы қазақ арнасын дамыту үшін осы арнаға тіркелейік, подписация сөзін басайық. Рахмет, сау болыңыздар.